Sabahtan балалар отырамыз. Балалар бүгінгі күннің сын сағаты табиғатқа қамқорлық болайық сын сағатымыз бар. Бүгінгі сын сағаттың негізгі мақсаты табиғи құндылықтың маңыздылығы және табиғатты қорғаудағы адаммен қарым-қатынастың үйлесімділігі және табиғат байлықтарын бағалауға, сақтауға және қорғауға арналған іс-шаралармен тәрбиелеу, яғни сіздерді осы нәрсеге тәрбиелейміз. Және бүгінгі сын сағаттағы негізгі қауіпсіздік сабағы бұл цифрлық диета челленджі, яғни гаджеттерден бас тарту туралы лайфхактар туралы сіздерге көрсететін боламыз. Енді сабағымыздың негізгі дәйек сөзі білімі күшке ел озады. Жалпы құндылық, еңбекқорлық және кәсібилік айына байланысты осы ай жалпы біздің табиғатты қорғауға, табиғаттағы негізгі ерекшелікті сақтауға арналған жобалар табылады. Және сабақтың негізгі ұйымдастыру кезеңі бойынша сіздерге керемет сұрақ қойғым келіп тұр. Алдымен тыңдай кетейік. Шөліркемей гүл тұрсын, жерім жайнап құлпырсын, нұрын сыйлап біздерге, көктем мәңгі құлпырсын. Егер сіздерге балалар сұрақ қойып өтті, жалпы табиғат дегеніміз қандай болды? Табиғат дегенді қалай түсінеміз? Табиғат біздің тіршілік көзіміз, оған жер, ауа, су жатады. Біз мысалға суды өзіміз ішеміз, ал жерді егіншілікке пайдаланамыз, ауаны өзіміз тыныс күнделікті тыныс аламыз. Жақсы, рахмет. Тағы. Табиғат адамға тіршілік етуге көмектесетін, бізді қоршап тұрған. Жақсы, сонда табиғат дегенім жалпы айтқанда бұл біздің жан-жағымыздағы тірі организмдер. Біз географияда талай айтатынбыз, аң, құс, жануарлар, күн әлемі, жер әлемі барлығын енді біз табиғат дейміз. Сонда табиғат дегеніміз адам өмір сүретін ортаны, адам өмір сүретін сфераны біз табиғат деп атаймыз. Енді балалар, табиғат ұғымы дегеніміз жалпы айтқанда слайдқа назар аударсақ, табиғат эмоционалды тұрғыдан рухани рахат сыйлайды. Табиғаттың сұлулығын көре білу, оны сезе білу, оған таңдана білу және оны қорғау әркімнің міндеті болып табылады. Жалпы айтқанда табиғаттың адам өміріндегі төрт маңызды рөлі бар. Олар бірінші таза ауадан, пайдалы су, рухани рахат және азық-түлік секілді нәрселерді маңызды сипаттарды табиғат бізге сыйлап жатыр. Енді табиғатқа қамқорлық әркімнің міндеті және құрметі, өйткені бұның барлығы делік адам алдындағы жауапкершілікке жатады. Және осы тақырып аясында сендерге мен үлкен бір жобаны, яғни осы акциялық тазалық жобасын сіздерге таныстырғым келіп тұр. Бұл жобаның мақсаты жалпы айтқанда мектеп балалары арасындағы, яғни өзіміздің сыныптан бастаймыз осы жобаны. Яғни өзіміз сыныбымыздан бастап экологиялық пластик бөтелкенің қақпақтарын жинау арқылы таза табиғатты қорғайық деген секілді ұғыммен жақында бір акция бастаймыз және осы сыныппен сол жобаны жалғастыратын болады. Табиғатқа қамқорлық жасайық деген сын сағатының негізгі мақсаты сіздерге бір үлкен жобаны таныстырғым келіп отыр. Енді жобаның тақырыбы қақпақ жинайық, табиғатты қорғайық, таза ауыл болайық жобасы. Жобаның негізгі мақсаты пластик қақпақтарды жинау арқылы қоршаған ортаны ластанудан қорғау және тұрғындардың экологиялық мәдениетін қалыптастыру. Ең басты нәрсе ол жобаны, осы акцияны біздің мектепте, яғни өзіміздің сыныптан бастау. Және осы жоба арқылы, және бұл жобаның негізгі өзектілігі бар. Өзектілігі осы пластик қақпақтарды жинау арқылы табиғаттағы негізгі ластаушы кесістеді, негізгі ластаушы құрылымдарды жою. Жобаның негізгі ерекшелігі, жобаның негізгі міндеттері пластик қақпақтарды бөлек жинау мәдениетін қалыптастыру, мектеп оқушылары мен тұрғындарды экологиялық тәртіпке акцияға шақыру және қақпақтарды қайта өңдеу орындарына тапсыру және қала немесе ауыл тазалығын сақтауға үлес қосу. Жобаның негізгі қатысушылары міне сендер біріншіден өзімізді сыныпта бастаймыз, сосын басқа сыныптарға үндеу жасаймыз, басқа сыныптармен бірге жұмыс жасауға және мұғалімдер мен кіші қызметкерлерді біз осы жобаға тартамыз. Және жобаның негізгі өзегі сендерсіздер, яғни сендерден бірінші қақпақ жинау акциясын бірлесіп. Жаңағы айтып отқан жобамыздың негізгі күтетін нәтижесі бұл қала немесе ауыл аумағында пластик қақпақтарды азайту және оқушылардың экологиялық тәртібін, мәдениетін қалыптастыру, сонымен қатар табиғатты қорғау туралы түсінік қалыптастыру және қоғамдық экологиялық қозғалыс қалыптасады. Және осы сіздерге көтеріп тұрған қағазым бос құты қоқысқа қақпағы бізге деп аталатын экологиялық акциялық жобамызды таныстыру. Яғни тұрғындардың барлығы делік өз қолындағы құтыны бөлек тастау арқылы қақпағын бізге беріп, менің байланыс нөміріме шығып, сол қақпақ жинап маған өткізуі тиіс. Және біз бұл қақпақтардың барлығын жинау арқылы кейін макулатура орталықтарға сатып, ақшасын негізгі мақсатымыз ақшасын біз жаңағы қайырымдылық қорларына аудару
мақсаты көзделіп отыр. Яғни бұл біріншіден Қазақстандағы таза Қазақстан акциясына қолдау, екіншіден жасыл жасап жарысайық атты челленджге үлес қосу. Яғни өзіміздің күнделікті қолданып жүрген тұрмыстағы қалдықтар жинау арқылы осындай үлкен жобаларға, үлкен жолдарға, үлкен істерге жол ашу, және оны біз осы сыныптан бастауымыз керек. Міне осы жобаның жұмыстың жалпы шарнамасы осы баннерде сіздерге көрініп тұрмыз. Балалар, енді бүгінгі сабағымыздың негізгі қауіпсіздік сабағы бұл цифрлық диета челленджі, яғни гаджеттерден қысқарту, енді уақытты басқа нәрселерге үнемі қолдану арқылы бас тарту сізге қалай әсер етеді. Яғни цифрлық диета дегеніміз, бірінші осы сіздерге түсіндіріп кеткен, цифрлық диета дегеніміз не үшін қажет? Яғни біздің қазіргі әлемде цифрлық технологиялар өте көп, және өмірдің жарқын бөлігіне айналып кеткен. Соның кесірінен цифрлық диета бұл цифрлық технология қолданудың саналы тиімді тәсілі, бірақ қазіргі кезде бұл телефонға тәуелділік болсын, интернет желісіне тәуелділік болсын, бұл балалар арасында болсын, қоғам арасында болсын үлкен мәселеге айналып бара жатқандықтан біз сол телефон қарап жататын уақытты цифрлық диетаға айналдыру арқылы, яғни белгілі бір шектеулер қойып, уақытымызды тиімді нәрселерге арнау, сыныптық жұмыстарға, немесе кітап оқу секілді, немесе үйдегі шаруаларға көмектесу секілді басқа бір жұмыстарға өз уақытымызды қалай арнаймыз, сол туралы сіздерге ақпараттар беремін. Енді балалар, цифрлық диета дейміз, бұл гаджеттер мен технологияларға тәуелділікті жеңу, тепе-теңдікті сақтау. Енді сіздерге сұрақ, цифрлық диета сіздерге қажет пе? Цифрлық диета дегеніміз бұл адамның компьютер, интернет сияқты телефондарды біраз уақытқа азайту деген. Ол менің ойымша қажет деген сөз. Көзді демалдырады және адамның бойын тынығады. Тағы кімде Ол біз күнделікті қолданып компьютер, телефондарды режиммен, яғни уақытылы пайдалану керек. Мен үшін қандай маңызы бар? Ол көздің шаршағанын азайтады, біздің денсаулығымызға зиянын көп келтіре бермейді. Жақсы, тағы кімде ой бар? Жақсы, ендеше негізгі бөлім бойынша сіздерге жалпы гаджеттерден уақытша бас тартудың пайдалы жақтарын сіздерге айтып берейін, және осыны өмірлеріңізде қолданып көріңіздер. Біріншіден, гаджет сіздерден қандай пікір ойлайсыз ба? Бүгінгі сабақтан маған табиғатты қорғау және аялау. Жақсы. Жақсы балалар, бүгінгі сабағымызда жалпы сендердің цифрлық диета туралы қауіпсіз сабағында табиғатты қорғайық атты керемет акциямыздың басталғандығын және осы жоба барысында сіздерге көптеген нәрсе түсіндірдім. Енді бүгінгі сабақтың негізгі кері байланысын жасайық, сіздердің рефлексия алып келіп тұр. Енді бір тал естісең, 10 тал ек деген керемет бір мақал бар, білесіздер. Яғни осы арқылы табиғатты қорғау арқылы біз ертең көктем шыққан кезде осы акцияларды барып қолға аламыз. Енді сіздерге сұрақ және сабаққа кері байланыс. Жалпы бүгінгі сабақта қандай ой пайда болды? Әміржан? Телефонда көп отырмау және отбасымен көбірек уақыт өткізу. Жақсы, тағы. Не сезіндіңдер бүгінгі сабақта? Немесе не ұнады? Табиғатты қорғау және жақсылық жасап, қақпақтарды жинау. Жақсы балалар, негізгі бөлім бойынша сіздерге цифрлық диетаның пайдалы жақтарын айтып берейін. Жалпы телефоннан болсын, компьютерден болсын, гаджеттерден уақытша бас тартудың пайдалы жақтары мыналар. Гаджеттерден уақытша бас тарту бұл белсенді өмір салтына ықпал етеді. Яғни сенің телефонға кететін уақытыңнан гөрі басқа өмір салтына арнауы бұл сенің уақытың тиімді пайдаланатыныңды көрсетеді. Екіншіден, психикалық денсаулық жақсарады, стресс деңгейі төмендейді. Яғни сенде шаршаңдық деңгейі, шаршау деңгейі болмайды. Үшіншіден, ұйқы сапасы жақсарады. Яғни сен түнгі ұйқыда телефон қараумен өтетін болсаң, немесе таңғы ұйқыда телефон қараумен өтетін болсаң, бұл сол арқылы сенде ұйқы режимі жақсарады. Одан кейін төртінші, тұлғаралық қарым-қатынас орнатылады. Яғни достарыңызбен, отбасыңызбен, анаңызбен, әкеңізбен, бауырыңызбен бірге көбірек уақыт өткізесіз. Одан кейін өнімділігі артып келеді, яғни өнімділігі артады деген сөз сіздің бойыңыздағы адами витаминдер көбейеді. Яғни осы телефонға қарамау уақыт шектеу арқылы. Одан кейін шығармашылық дағдыларды қамтимыз, яғни кітап оқу, сурет салу, балама ретінде шығармашылық әрекеттер жасау, бұл жалпы айтқанда цифрлық диетаның негізгі пайдалы жақтарымыз. Ал зияны өте көп, зияны бұл жерде айтылмайды, тек қана зиянды әрекеттерден қашу арқылы жалпы цифрлық диетаны ұстап отырудың өзінде үлкен зиянды әрекеттерге апарады. Жалпы бүгінгі сабақтың негізгі қауіпсіздік сабағы осы, және осыны өмірлеріңізде қолданыңыздар.